Бүгін Еркеназ және Көркем. Бүгінгі менің бірінші видеома қош келдіңіздер. Бұл менің жаңа каналым. Бүгін біздің видеомызда мен өзім туралы 10 сұрақ қойдым. Ол жақта Көркем мен анам жауаптарын айтады. Кімде көп ұпай болады, сол жеңеді. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Бірінші сұрағым. Мен қандай қалаға барғым келеді? Қыдырып. Астана. Алматы. Дұрыс, Алматы. Саламат, Дәрачку. Аны келесі сұрағым. Менің любимый мультигімнің аты. Ақжан? Бұрынғы ғой. Али мен Ая, сондай мультфильмдер ма? Оған жақында. Қазақша, иә? Жоқ, орысша. Орысша. Моана бар. Сосын тағы бір ана соңғы шыққан нелер бар еді ғой? Лунтик па? Иә. Дұрыс! Аты қалай? Жоқ, дұрыс дейді. Лунтик. Лунтик, Ол бұрын шықты ғой? Иә, саған айттым. Мен айтқым келді. Жарайды, қазір сені угадайсыз. Менің любимый сабағым. Матем. Қазақтың. Ағылшын. Не угадали? Қандай? Дене шынықтыру. Енді қандай сабақ? Еңбек болу. Әдебиет. Енді дүниетану, жаратылыстану точно ұнамайды саған? Ұнайды. Наоборот, сол ұнай ма? Сол ма? Дұрыс таптым ба? Тағы да басқа. Енді ешкім. Енді қайсысы айтсайшы? Жаратылыстану. Жаратылыстану. Мен қай үйірмеге барғым келеді? Вокал. Би? Вокал. Вокал? Мен қай кафеге барғым келеді? Яйчи екен ғой? Иә. Енді келесі сұрағым. Менің любимый тамағым қандай? Пельмен. Бешбармақ. Ет? Еттің наны? Пельмени? Мен бургер жақсы көремін, әлде шаурма жақсы? Шаурма ғой? Бургер. Жоқ. Көркем, оны сен жақсы көресің. Менің жақын достарымның аты. Ой, көп айта беріңіздер. Ол Амира Каусар. Амира Каусар. Аяру? 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 Анадайру. Сабақтарға. Ең жақын досың. Біреу шығар, нешеу сенде, көп па не? Біреу қалды, Тағы біреу бар ма? Ой, Каусармен танысқанда торс таныстым ғой. Негізі Каусар ең жақын досым. Біздің көрші ма астындағы? Енді ана. Іңкәр. Іңкәр, таппадық. Көркемге байласайын. 3-4. Менің сынып жетекшінің аты кім? Көркем білмейтін шығар. Гүлзат Қорабаевна. Көркем білмейтін шығар, иә? Мен білем. Мен нешедемін? Сен 9-та 10-ға келесің. Әдейі Көркемге вопрос қойғаным. Так, енді өзім сөзбен сөйтіп қоймын. Мен қандай түсті жақсы көремін. Мен қара түсті жақсы көремін. Қара. Ақ. Жоқ. Оның ақ курткасынан білуге болады. Самый любимый. Тастамай киеді ғой. Иә. Так,
қара киіп алу. Менің классымда неше бала бар? Вот, оны білмейді екенбіз. Мен кеше ғана айтып едім ғой. 28 шығар енді, 29 екен. 27, значит. Онда 26. 90 ба? 25 па? 26. 26. Мама да неше вообще қате кеткен жоқ па. Мен ең бірінші қандай сабақты орындаймын? Ең бірінші қазақ тілі. Ең бірінші математика орындайсың. Көркем-ай. Келесі сұрағым. Мен маманы жақсы көремін ба, әлде папаны жақсы көремін ба? Екеуінде. Екеуінде, дұрыс айтады. Әлде біреуін ғана таңдауымыз керек па? Дұрыс. Мен кімге больше ұқсаймын? Көркем айта ғой. Мамаға? Әкесіне. Әке? Мама. Әкеңе ұқсайсың ғой. Мама дұрыс айтты ғой. Мен сағат нешеде ұйықтаймын? Сағат, конечно, 9-да. Мен сағат нешеде тұрамын? Сағат 6:30-да, себебі мамаң 6:30-да оятады. 6:30-да. Ал келесі сұрақ біреу қалды. Менің бірінші каналымда неше подписчик болды? 96 ғой. Дұрыс. Алан сандаймыз. Мама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көркем жеңді осы, я? Көркем көп сұраққа жауап берді ғой. Көрем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Бірдей? Бірде жауап беріппіз ба не? Саған. Бәсе көркем даже көбірек жауап берді ма деп ойладым. Онда біздің келесі видеомызды күтіңіздер. Всем пока-пока. Лайк қосып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Обязательно. Яғни сосын біздің келесі видеомыз, келесі и тағы да келесі видеомызда біз өз екі комната үйімізге рум-тур жасайтын боламыз. Всем пока-пока. Бұл енді ойын ғой жай. Джон. Көркем маған печенье. Көркем біліп қойды, то, что мамасы жеңіп кеткен, я? Ничего страшного, бұл ойын ғой енді сондай. Зато келесі күні Көркемнің 5 февральда туған күні. Скоро туған күні Көркемнің. Сосын мен оған магазинде қандай подарок алатынымды көрсетем. Только Көркем білмейді, ол мен өзім жалғыз баратжам. Или мамамен. Көреміз. Сондай видеомды күтіңіздер. Пока-пока.